Орынтаев Жамбыл Құлыбетұлы, Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, заң факультеті, профессор Орынтаев. Соған байланысты бізде көптеген мәселелер айтуға болады, бұл жерде құқықтық сауаттылыққа байланысты. Жалпы біздің университетте бұл жүйеге қойылған нәрсе, жалпы Мұхтар Әуезов университетінде біздің заң факультетінің негізінде сол жердегі жұмыс атқарып жатқан біздің оқытушы профессорлар құрамы арнайы график жасалынып, тізбе жасалынып, барлық факультеттерге біз құқықтық сауаттылық туралы сабақ беріп шығамыз. Графикпен түсіндіреміз жалпы жастардың, жалпы оқытушыларға, жалпы жастарға қандай жерде қандай құқықтық сауаттылықтарды сақтау керек. Міндетті түрде ол жаңағы қылмыстық іс емес, міндетті түрде ол жаңағы бұзақылық жасау емес, міндетті түрде ол жаңағы көшеде біздің бір әріптесіміз айтып кетті, ол да заң керек. Көшеде түкіру деген сияқты, басқа деген сияқты жалпы құқықтық сауаттылық мәдениеттілігі. Жалпы дүкенге барғанда, сауда-саттық жасағанда, алыс-беріс жасағанда, келісім шартқа отырғанда, сатып алу, сату шарты дейміз, договор купли-продажын айтамыз ғой, сатып алу, сату шарты бойынша күнделікті біздің азаматтарымыз осы жерде де құқықтары бұзылады. Құқықтық сауаттылықтың білмегеннің арқасында сауда жасағаннан кейінгі өзінің жаңағы чекті талап етпеуі кейбір азаматтарымыздың, содан кейінгі сатып алғаннан кейінгі мына дүниелерінің, заттарының мерзімнің өтіп кеткендігін байқамауы, оны қайтып әкелуі, оны дәлелдеу чектер арқылы деген сияқты көптеген мәселелер бұл жерде құқықтық сауаттылыққа байланысты. Енді біз осы мәселелер жөнінде барлық біздің факультетте 10-нан аса факультет, біздің университетімізде 10-нан аса факультет бар. Сол факультеттерге жыл бойында біз осы график қойылып, біздің заңгерлер тартылады, құқықтық сауаттылық бойынша оқытылады, және біздің университетімізде Парасат деген орталық бар. Сол Парасат орталық жалпы студенттерге де, оқытушыларға да, басқа заңгер емес, басқа маман иелеріне, факультеттердегі студенттерге, оқытушыларға, профессор құрамына сол орталықта бұл мәселені толыққанды түсіндіреді. Құқықтық сауаттылық. Енді құқықтық сауаттылықтың ішіне жаңа мысалға мынау взятка дейміз. Біреуге қаражат ұсыну, ол қаражатты ұсынған екінші тарапты алу, және ұсынған тараптың да кінәлері болатындығын, алған адамның да кінәсі болатындығын деген сияқты осындай бізде Парасат орталығы бар. Сол Парасат орталығы бізде арнайы заңгер басқарып отыр. Үлкен басқарма. Осындай мәселелерді айтып кетуге болады. Бұл кішкентай ғана мынау қазір ғана біздің дөңгелек үстелімізде барлығын қамтып шығу мүмкін емес. Жалпы мен қысқа айтып кетіп жатырмын. Осындай мәселелерді айтып кетуімізге болады. Біз жалпы біз жастарымызда болсын, кіші буын болсын, орта буын болсын, үлкен буын болсын, біз мынау Совет үкіметі кезеңіндегі өмір сүргеннен кезеңнен бастап, одан кейінгі тәуелсіздік алған 90-шы жылдардан бертін, одан кейінгі 30 жыл біз қазір тәуелсіздік алғанымызда 30 жыл болып жатыр, өздеріңіз білесіздер. Сол аралықтардағы жаңағы этапқа кезеңге бөлетін болсақ, қазіргі таңда біздің еліміздің, мемлекетіміздің жалпы халқы, Қазақстан Республикасының халқы бұрынғыдай емес, жалпы жастар болсын, кіші буын болсын, орта буын болсын, үлкен буын болсын, барлық өздерінің құқықтарын біледі. Құқықтық сауаттылыққа бұрынғыдай емес, оны өздеріңіз де байқайтын шығарсыздар. Иә, дұрыс айтасыз. Қазір қандай да бір базарға барсаңыз да, қандай да бір дүкенге барсаңыз да, қандай да бір машина базарына барсаңыз да, немесе мынау ЖД вокзалға барсаңыз, темір жол вокзалына барсаңыз да, автовокзалға барсақ та, біз байқаймыз, көріп жүрміз заңгер болғандықтан. Бұрынғыдай емес, халықтың көзі ашық, өзінің құқығын талап ете алады. Әрине жаңа біздің заңгеріміз айтып кетті, кейбір жерлерде қылмыстық іске байланысты, қылмыстық істерге байланысты, әкімшілік құқықтарға байланысты кейбір тараптарды білмеу мүмкін, бірақ осы құқықтық сауаттылыққа байланысты қай жерде дұрыс істеу керек, қай жерде дұрыс істемеу керек деген сияқты үстірт болса да, соның мынау қылмыстық мәселелердің үстіндегі
сол қылмыстыққа жеткізбеуге дейінгі нәрселерді білсе де біздің халқымыз қазір әжептәуір көзі ашық көкірегі ояу деп айтсақ болады.